Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жүйелерінің қалыпты жұмыс істеу үшін тұрақты әрі сенімді энергия көзі қажет. Ал атом электр станциясын салу осы түйінді түйткілді шешуге көмектеседі. Бұл туралы АЭС салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб өкілдері Атырау тұрғындарымен кездесуде айтты. Жиынға жылу электр орталығының қызметкерлері, ғылыми қауымдастық, мұнай газ және химия өнеркәсібінің өкілдері қатысты. Штаб мүшелері ғылымды дамыту және ғалымдарға әлеуметтік қолдау көрсету мәселесі мемлекет басшысының назарына екенін атап өтті. Қазір ғылыми қоғамдастықтың алдында өнеркәсіптік өндіріске инновациялық технологияларды енгізуге қатысты үлкен міндет тұрғанына тоқталды. Жалпы Атырау өңіріне келген себебіміз осы энергетика саласында жаңалықтармен бәрімен халықты таныстыру, оқушыларына ой пікірлерін тыңдап, жалпы ой бөлісу пікір ғана. Енді өздері 6 қазанда азаматтар өздері шешім қабылдай жатады. Жалпы біздің мақсатымыз осы азаматтардың көңіл күйін білу, солармен етене қарым-қатынас жасап, өзіміздің мысалға жетістіктерімізбен бөлісу. Атырау елдегі ірі индустриалды аймақ болғандықтан мұндағы энергия көздерінің жетіспеушілігі қыруар қаржылық шығындарға әкеліп соғады. Себебі аймақ Ресейден жеткізілетін энергияға тәуелді. Мұнай газ және химия өнеркәсібі өкілдері жоғары технологиялық өнеркәсіптік өндірісті одан әрі дамытудағы басты фактор сенімді әрі тұрақты энергия көзі екенін атап өтті.